Қайырлы таң. Қараш қандай сыйлық берді папа. Кел, гортензия. Кел ішкеміз. Ішке. Hadi kal ішке. Бачам. Күшті да? Қарай ішке. Былай. Кел. Қызық па? Күшті да? Гүлдер. Гүлшоқтары. Қара. Күшті да? Бізде таң атып атыр, Айбек таң атпай. Тосын сый жасап атыр. Папа бізге да? Папа мамаға тосын сый жасады. Күшті гүлдер алып келді осындай сыйлық. Сағат 6 болыпты. Қазір таң, иә, бізде. Тек ұйқыдан тұрып, ұсқынымды айнаға қарап үлгерген жоқпын әлі. Қош келдің 32-ші күзім. Hadi қош кел, қараймыз. Қандайсың? Күшті екен гүлдер. Hadi koşsun. Onu ыстап тұрасың ба? Кел, Адик. Отырсың. Әдірсің осылай отыр. Қараймыз бірге. Не бар мынаның ішінде? Бірдеңе күшті бар мынаның ішінде. Қарай. Адикош. Не бар мынаның ішінде? Шешілмейтін деп саған. Я хотела достать. Спасибо. Нож! Что зачем? Нож! Ты же будущий мобилограф. Мотивация olsun деп. Қандай сыйлық аласың? Мотивация olsun деп. Айбекош айфон сыйлаған. Көрсет, Адикош. Ой, Айбекош. Негізі айтып едім, ондай нәрселер сыйлама деп. Мен тыңдайын ба? Иә, сен тыңдайсың. Тау ешкім. Рахмет, жат. Мощный мобилограф боласың. Алла қосса. Енді сен үмітіңді ақтайын деп сенемін. Мотивация саған. Иә. Мотивация. Мобилография курсына оқып жатырмын қазір. Соған Айбек осындай сыйлық жасап жатыр. Тіпті күтпеген жерден. Құтты болсын. Кел. Құтты болсын дейді, өш? Жан, кел сен деп шақырады. Ең мықты сыйлық өмірдегі ол сен, Адикош. Алланың берген сыйлығы. Да. Қазір көрсетемін саған. Қайырлы таң, достар. Бізде таң. Бізде кішкентай мынандай қыз бар. Қасымда Адикош деген кішкене мұрыннан су ағып тұр, оның мырқырап жүрміз. Туған күніміз бітті кеше. Негізі ешкімді шақырған жоқпыз. Десек те екі әпкеміз келді. Жолдасымның әпкесі және де өзімнің әпке жезделеріміз, жиендерімізбен бірге құттықтауға келді. Видеоға еш нәрсе түсірген жоқпын, өйткені
олар көп видеоға түскенді жақсы көрмейді. Сол себептен әр адамның өзінің орысша айтқанда личный границы деген нәрсе бар ғой. Сондай жеке шекарасын бұзбауға тырыстық. Жаным. Біздер Адекаймен қазір сыртқа шығайын деп жатырмыз. Қазір бізде таң, ауа райы керемет, кішкене салқын болып тұр. Адекон осылай маған көп нәрсені түсіруге мүмкіндік бермейді. Не сұрап жатсың? Не сұрадың? Су сұрап жатсың. Қазір берем, тұра тұр. Мен күнде таңда су ішіп жүрмін. Қазір жартысын ішіп қойдым. Бір кесе немесе 2 кесе осындай су ішемін, ыстық. Өйткені ол денсаулыққа өте пайдалы. Адамның ағзасындағы қалай енді? Мен өзім орысша оққасын, кішкене ондай нәрселерді білмеймін, қалай аталатынын қазақша. Желчь деген нәрсе бар ғой адамда. Сол жақсы өту үшін адамнан осындай су ішіп жүрмін. Сонда жақсы болады. Асқазанға да жалпы. Адекош жақсы көретін суын. Адекошты киіндіріп қойдым. Бүгін бізде салқын күн. Бір 20 градустай шығар. Кеше 33 градустай ыссы болып кетті ғой. Кәдімгі тымырсық, ауа жоқ болып. Бүгін бізде ауа керемет. Әдеш бас киімін киеді осылай өзі. Аяқ киімін алып келетін болды қазір. Сыртқа шығайық деп. Сондай қыз бізде. Жаным мен. Адекон маған көп нәрсе түсіргізбейді. Негізі штативті қойсам штативке жүгіреді. Қолымда телефон болса телефонға жүгіреді. Сондай кезі барлығы қызықтайтын, барлығы керек оған. Солай. Қазір мен сіздерге өзімнің маған сыйлаған гүлдерді көрсетем. Адекош, күшті ма? Деп иіске. Күшті ма? Вау, ай-ай, да? Маған иіске. Күшті ма? Күшті да мынан иіске? Бұл гүлді өзімнің туған әпке жездем сыйлады. Осындай әдемі гүл шоқтары. Роза, раушан гүлі. Адекон, жылма болмайды. Ауа ғой гүлге. Ауа, жылма. Осындай әдемі гүлдер. Адекон. Ай-ай-ай. Искеш? Де? Әдемі да? Иісі күшті ма? Ұнайма саған? Осындай гүлдер. Кел, мынаны иіскейміз, Адекош. Мынаны қайнап кеммен жездем. Енді Айбектің әпке жездесі ғой туған. Менің қайнап кеммен жездем болады. Солар сыйлады. Соның отбасы бөпелерімен оларда келіп құттықтап бір қуантты. Осындай гүлдер. Әдемі, білмеймін, жерде кішкене қараңғы екен. Жарыққа апарып түсірейін. Естелік ретінде сақтап қалайық. Адекош, сақ болшы. Құлап кетер сенің үстіңе. Адекош тек осылай бірдеңені ұстап алып, жылу. Бар ойы сондай. Осындай гүлдер. Әдемі. Бұл жолдасымның Айбектің сыйлаған гүлдері. Видеоның басына салып қойғандай. Ең бірінші келіп, таң атпай, осы гүл шоқтарымен сыйлығын тартты. Осындай әдемі гүл, гортензия. Мына гүлдердің білмеймін аттары қандай екен. Өте әдемі. Білсеңіздер, жазып кетіңіздер. Мінекей раушан гүлдер осындай. Енді бүгін бізде
12 қыркүйек. Бірінші күні ондай иіс қатты үйде шықпай еді, ал қазір үйден керемет раушан гүлдері, жалпы гүлдердің иістері үйден аңқып тұр. Күшті. Бізде Адюкай мұқият. Осылай қазір өзінің добын мұқият арбасына алып шығады, салып қояды. Ойнап жүрген кезде де осылай ойнап болғаннан кейін салып қояды добын. Доп, иә. Ауа райы тамаша. Күшті. Бүгін жаңбыр жауғысы келіп тұрған сияқты. Адикош, шешпе бас киіміңді. Иә, киіп ал солай. Шешпе. Шешпе. Доп. Қайда доп? Бізде Адикон қазір осылай. Доп ойнаймыз доппен, Адюшпен. Кел. Күшті көреді допты Адюкай. Кішкене жаңбыр жауған соң, қазір ойнайтын аулаларымыздың ішінде горка, әткеншек барлығы су болып қалыпты. Соған орай енді біздер доп ойнап жүрміз. Осылай баспалдақты жақсы көреді бізде Адюкай. Опа. Осылай мініп түскенді кішкентай кезінен жақсы көреді. Доп қайда, доп? Доп. Пух! Қайда? Шешпе, бас киімді шешпе. Болмайды, дөш. Тығып қалдым, Адикош. Қашып кетеді. Тығып қалғам, өзі жүгіріп кәтір мұны. Қолымдан тартып енді алып қаратыр. Адикош, өткенде кішкене ауырып қалғасын. Жөтеліміз әлі кетпей жүрді. Осы жасқа келіп, менің бір түйгенім, ол өзіңнің жүрегінен шығатын іспен, жұмыспен айналысу. Барлық өзімнен кіші немесе өзімнің қатарлас адамдарыма беретін кеңесім осы болар еді. Тек қана өзіңіздің жүрегіңізден шығып тұрған іспен айналысыңыз. Еш нәрседен қорықпаңыз, аялдамаңыз, тоқтамаңыз. Өйткені сондай жағдайда тек адам бақытты болады. Енді осы жылдан бастап, осы жасымнан бастап мен өзімнің көңілімнен шығатын ғана жұмыстармен айналысамын. Өзіме соған уәде беремін. Сіздерге де беретін кеңесім сол. Жүрегіңізді әр уақытта тыңдаңыз. Адюш, кім келді? Кім келді? Кім келді, Адюш? Кім келді? Шат. Біздер Адюкай мен Айбекпен менің жаңа телефоныма бетіне пленка алуға келатырмыз. Атакент жақта жүрміз. Күшті саксофонмен тартып атыр жігіт. Күшті. Дикош ұйқысы келіп тұр.
күшті шығады ғой мындан Айба. Да? Адикоштың шашы үрпі-түрпі. Күшті кітаптар бар екен, да? Күшті екен мұнда кітаптар. Люби себя дейді. Не ной. Күшті психология кітаптары бар. Мынау менің Дэн Вальдшмидт. Менде бар кітап, будь лучшей версия себя. На Карнегида кітап бар менде, да? Қазақша кітаптар жоқ мұнда? Брайан Трейси, точка кризиса. Күшті кітаптар. Адикоштың шашына ұйқысы келіп тұр. Бұл менің туған әпкемнің маған сыйлаған күртешесі. Мишка Тедди деп аталады ғой қазір. Заманауи, модный өзінше. Осындай бір күртеше. Жүрегіме ең қымбат сыйлықтар ол осы екі сыйлық. Қараңыздар. Біреу осындай кішкентай ақ қалам. Оны 3 жастағы жиенім Ақботаның жасап маған сыйлағаны. Екіншісі өзімнің сол жиенім, кіндік қызым және де осындай күштетіп сурет салған екен. Айгулька деп жазып қойыпты. Ақ еркем, ол бар жоғы 6 жастағы қыз. Биыл мектеп табалдырығын аттады. Осындай әдемі сурет сақтап қоямын. Ең жаныма, жүрегіме жақын қымбат сыйлықтар осы. Қатты жақсы көремін өзімнің жиендерімді. Ой.